Облыстық семинарда колледж ұстаздары әртүрлі пәндер бойынша ашық сабақтар өткізді. Қазақ тілі мұғалімі шешендік өнердің тарихынан сыр шертсе, психолог маман стресс және одан арылу жолдары бойынша тренингтер өткізіп, ойындар ұйымдастырды. Ал шет тілінің педагогы мектеп жасына дейінгі балалардың ерекшеліктеріне тоқталды. Осылайша ұстаздар арнайы пән сабақтарында студенттерге жаңа технологияларды қолдануды үйретті. Колледжде жұмыс жасап жатқан ұстаздардың және біздің тәрбиеленіп жатқан жаңағы шәкірттеріміздің өздерінің алған білімдерін, тәжірибелерін сабақ процесінде беріп, соны жаңағы қолдану негізгі мақсатымыз. Сондықтан да бүгін біздің колледжімізде қазір арнайы пән сабақтарында ұстаздар өздерінің жаңа технологияларды қолдануды үйретіп жатыр жастарға. Педагогтардың кәсіби деңгейі сыналған басқосуда ұстаздар қауымы бар тәжірибелерін ортаға салды. Мысалы, ағылшын пәнінің мұғалімі пәтер және оның жабдығы тақырыбында сабақ беріп, оқыту шеберлігін көрсетті. Ашық сабақ барысында пәтердегі құрал жабдықтардың шет тіліндегі атаулары сұралып, студенттерге жеке және топ болып жұмыс жасаудың дағдылары айтылды. Бұл сабақта оқушылардың тыңдау, оқу, жазу, есту қабілеттіліктерін дамыту және топ болып жеке жұмыс жасау, жұп болып жұмыс жасау арқылы оларды адамгершілікке, бір-біріне деген мейірімділікке тәрбиелеу болатын. Жалпы оқушылар бұл сабаққа белсене араласты, белсене қатысты, сабақ өз дәрежесінде өтті деп ойлаймын, өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Ашық сабаққа қатысушы студенттердің бірі Ақжарқын Надыралиева. Ол колледжде бастауыш мектепте шетел тілінен білім беру мамандығы бойынша тәлім алып жатыр. Айтуынша, келешекте озат маман атану үшін жаңа технологияларды сабақта пайдаланудың маңызы зор. Today I am in a good mood because today was our open lesson called My House. And I think open lesson was very good. Және де елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің рухани жаңғыру атты мақаласында айтқандай, әрбір қазақ тұрғыны, әрбір тұлға бәсекеге қабілетті және білімді адамзат болып өсуі қажет. Семинарда ұстаздардың кәсіптік дағдылары мен болашақ мамандардың білім деңгейін аймақтық оқу әдістемелік орталығының мамандары саралады. Студенттерді байқау шаралары дене тәрбиесі және өзін-өзі тану пәндері бойынша да жүзеге асты. Сонымен қатар жиынға облыстық деңгейдегі колледждердің мамандары қатысып, Жаңаөзен қаласы мектептерінің әдіскерлері де атсалысты. Олардың пікірінше, жаңартылған білім мазмұнын шеберлік сабақтары арқылы жетілдіру педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамытады. Айжанат Қазиева, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.